Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен мынадай бір тақырыппен бөліскім келіп тұр. Жалпы бізде көбімізде уақыт жетіспеушілігі деген нәрсемен страдать етеміз. Барлығымызда осы бір мәселе бар. Барлығымызға как будто біздің уақытымыз аз сияқты. Тіпті кейде естимін адамдардан, қазір уақыт тез өтетін болған, иә. Осы бұрынғы кездерде уақыт олай өтпейтін. Қазір просто мына ғаламшардың өзі өзгеріп кеткен. Уақыттың неге дейді, пространствосы өзгеріп кеткен деген секілді осындай бір қызықты ойларды естіп жатамыз. Сіздерде болатын шығар, вроде ертеңгі или бір айыңды жоспарлаған кезде миллион жұмысты қойып қоясың, мысалы ютубқа 4 видео түсіру, анда 5 видео түсіру, тағы ананы істеу, тойды ұйымдастыру, шетелге барып келу деп көп нәрсе жазып қоямыз. Но айдың соңында қарайтын болсаң, егер қарайтын болсаң, шынымен анализ жасап, оның біреуін де жасамаған боласың. Или біреуін сараң ғана 10 нәрсенің біреуін жасаған болып шығасың. Неге олай? Және де бұл нәрсені қалай шешуге болады? Мен өз практикамда жалпы қалай жасаймын, сол арқылы бөліскім келіп тұр. Мен негізі қазір 3 балам бар, бизнесім бар, хоббилерім бар, мысалы волейболға барам, спортқа барам, немесе құрбыларыммен кездесем, киноға жиі барам. Еще мен корейская драма көрем, шоулар қараймын, корейский шоулар. Одан кейін еще кітап оқимын. Кәдімгі күнде 1 сағатымды бөліп кітап оқимын. Одан бөлек мен осы Instagram жүргіземін, YouTube жүргіземін, Threadsқа видеолар салам. Менің командам бар, командамен созвондар өткіземін. Мен блог жүргізуге үйретемін адамдарға. И менің қаншама студентім бар, мен оларға кері байланыс беремін. Кейде БД деген продукт өткіземін по утрам, да, получается, 1 ай бойы просто күнде таңға 9-да эфирлер өткіземін. И вроде ойлауы мүмкін, сен бір адамсың, сенің 3 балаң бар, қалайша, значит, сенің няняларың бар, үйде көмекшілерің бар, значит, сенің күйеуің сондай күшті деп. Иә, менің қазір үйімде көмекшім бар. Жаңағыдай балама қарап отырған, үйімде тамақ бәрін пісіріп отырған, менің күйеуім бар, мені қолдайды, жаңағыдай бірге жүреді, бірге тура ол да ата-аналық қызметін атқарады. Бәрі вроде сондай, бірақ оның бәрі бар бола тұрады. Мен түсінемін, что егер мен уақытымды осылай басқармағанда, оның бәрі ондай болмайтын еді. Көмекші қайдан келеді маған? Біреу менің ата-анам бай болып, миллиардер болып маған жалдап беріп отыр ма? Жоқ, бәрін өзім осы дұрыс уақытымды дұрыс басқара алғанымның, уақытымды тиімді пайдаланып, сол уақытты жетістікке жетуге, өзіме дұрыс пайдасын алып келетін әрекеттерге жұмсауға тырысқанның арқасында қазір көп нәрсе бар, орнықты, қарызым жоқ. Өйткені осындай бір жаңағыдай советтерімді айтып отыратын болсам, сен қарызың жоқ қой, сол үшін осындай қарызың бар болса, кредитің бар болса, бүйтіп сайрамайсың дейді. Кредитті не үшін алдың? Вот осы уақытыңды басқара алмағаның үшін ғой. Өйткені уақытыңды дұрыс басқаратын болсаң, сен жетістікке жетесің. Жетістікке жеткізетін нәрсе көп қой, көп факторлар. Енді дұрыс адамдармен араласу, кітап оқу, анау көру, мынау көру, білім алу деген сияқты өте көп. Бірақ сен сол нәрсенің бәрін істей отырып, уақытыңды дұрыс басқармайтын болсаң, сен уақытыңды құр жатып, күнде өйстіп өткізетін болсаң, мысалы дым оқымай, дым білім алмай, осы бар миыммен істей беремін, и так ататын адамын деп ойлайтын болсаң да, онда вряд ли получится. Сол үшін мен сіздерге менің өмірімде шынымен де маған көмегін тигізген, уақытымды тиімді пайдалануға, уақытымды дұрыс басқаруға көмектескен бір әдеттер мен ойлармен, кеңестермен бөліскім келіп тұр. Ең бірінші мына нәрсені айта кетейінші. Мен бұрын мынадай бір кітапты көргем, тайм менеджмент деген, может сіздер де білетін шығарсыздар. Бірақ мен сол кітапты ұнатпайтынмын. Өйткені алғашқы беттерінен бастап мен жүрегім қысылып бастады. Мен негізі жалпы шығармашылықтың адамымын деп ойлайтынмын. Өйткені негізі журналист мамандығын таңдадым, өзім сәл қиялдау болдым. Сөйтіп ойлайтынмын, егер мен уақытымды басқаратын болсам, арасында шығармашылыққа уақыт болмай қалса, мен қалай өмір сүремін? Күн сайын 5 минуттың жазып тастасаң қиын ғой, уже тұншығып кетесің, қойшы, ондай өмір құрсын, лучше бақытты өстіп өмір сүре берейін деген сияқты ойлайтынмын. И ол кезде оказывается дұрыс ойламаған екенмін. Уақытты басқару деген ол күнде 5 минутта уақытыңды қалдырмай, бәрін жұмысқа арнап тастау, бәрін балаға арнап тастау емес қой. Уақытыңды дұрыс басқару деген как раз өміріңе баланс енгізу, соның арқасында бақытты бола алу деген сөз. Вот, олай болса ең бірінші кеңесімен бөлісейін. Ең бірінші кезекте мен уақытымды 1 апта бұрын, 1 ай бұрын жоспарламаймын. Менің, в принципе, өмір бойынша рутинам бірдей. Осы өмірлік рутинаңды қайта жазатын болсаң, міне осы саған көмектеседі. А то біз былай жасай алмаймыз, күнде или әр апта сайын, әр ай сайын уақытымызды жоспарлай алмаймыз. Ол мүлде қисынға келмейтін нәрсе. Қалай десеңіздер, әрбір өзімнің рөліме арналған уақыт бар. Мысалы, менің рөлім бар блогер деген, менің рөлім бар ана, менің рөлім бар әйел, менің рөлім бар өзім деген рөлім бар, менің қыз, ата-анасының қызы деген рөлім бар. Яғни әр рөлімнің өзінің уақыты бар. Мен таңертең ата-анамның қызы бола алмаймын.
или күйеуімнің әйелі бола алмаймын. Күйеуім жанында отырып, ой жаным деп, или балаларым, ой жаным келе ғой, мен сенің анаңмын, осындай істей алмаймын. Өйткені таңертең балаларымды садикке жібердім, мектебіне жібердім, дайындығына жібердім. Одан кейін менің блогер деген уақытым басталады. Яғни таңғы 9-дан 11-12-ге дейін менің блогер деген уақытым. Ол кезде мен блогыма контент жазамын, осы ютубтың сценарийін жазамын, командамен созвондар қоямын. Егер мен жаңағыдай наставничествомда немесе блогинг деген курсым жүріп жатқан болса, студенттерге кері байланыс беремін. Яғни менің блогер уақытым ол 2-3 сағаттың арасында алады. Және ол өзгермейді. Өмір бойынша менде той болып жатса да, әлемде не болып жатса да, осы уақыт өзгермейді. Менің ана деген уақытым бар, кешкі 6 мен 9-дың арасында өзгермейді. Кешкі 6-да балаларым садиктен келді, бітті, мен анамын. Сол уақыттардың арасында мен ана болудан артық, яғни басқа бір ештеңе істемеймін. Спортқа кет қалмаймын, бір боянуға кет қалмаймын, тамақ жеуге или күйеуіммен свиданияға кет қалмаймын. Күйеуіммен свиданияның уақыты бар, ол түнгі 9-дан кейінгі уақыт. Примерно 11-12-ге дейін деген секілді. Кейде үйде отырып фильм қарауымыз мүмкін, кейде свиданияға шығып келеміз. Әрине күні бойы байланыста боламыз, бірақ нағыз сол рөлдің уақыты бөлек. Одан кейін мысалы мен өзім деген уақытым бар, ол менде түскі сағат 1-2 мен жаңағыдай 4-тің арасында мен қалаған ісіммен айналысамын. Маған не ләззат береді бұл өмірде? Маникюрға барам, педикюрға, кітап оқимын. В общем, не деп айтады? Сондай кайфуша деген уақыт бар ғой, сол уақыт менде түстен кейінгі уақыт. Одан кейін менің кішкентай баламның уақыты бар, ол жаңағы 12 мен түскі 2-нің арасында. Осы 2 сағатта мен толықтай өзімнің ең кенже баламмен айналсам. Сол кезде біз әсіресе дворға шығамыз. Астана қақаған қыс, аяз, прям борап атса да, мен міндетті түрде баламды далаға алып шығамын. Міндетті түрде сонымен ойнаймын. Екінші кеңес уақыт басқарудағы. Осы жерден келуі мүмкін. Ал бізде осындай рөл қоямыз, бірақ қатты расфокус болып кетеді деп. Осы расфокустан мені құтқаратын менде телефонында барлық уведомление өшіріліп тұрады. Қашан қарасаң да менің телефонымның бетінде ондай бір көп уведомление тұрмайды. Просто тап-таза болып тұрады. Мына жерде көрген фильмім ғана тұр. Неге десеңіздер, Яндекс бір нәрсе, Каспи Пэй деген тұруы мүмкін. Даже Каспидің уведомлениесін өшіріп тастаған. WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, Микток ештеңеге сообщение келмейді. Получается, мен бір жұмысты істеген кезде менің фокусым шашырап, WhatsApp-тан біреу жазса, балалармен ойнап отқан кезде, ойбай деп соны уайымдап, жауап беріп үйтіп кетпеймін. Бұл әлемде ештеңке срочно емес. Біреу қатты срочно, қатты керекпін ба, звондай салады, болды, ала салам. А так мен переписываться етіп, оның жауабын күтіп. Я не люблю такое. Даже жұмыс процестің өзін мен WhatsApp'та көп переписка жасамаймын. Міндетті түрде созвон қоямын, таңертең 9-ға давай деп 15 минут болса да кіріп лучше сөйлесіп тастаймын, чем күні бойы сол бір әңгіменің соңында жүргенше. Вот осы нәрсе маған тоже уақытымды басқаруға қатты көмектеседі. Уақытымды басқаруға көмектесетін тағы бір күшті бір лайфхак. Бұл лайфхакпен мен YouTube'да бөлек бір видео бөліскен болатын, бірақ қысқаша айтып өтейін. Бұл техниканың негізі әлемде атауы бар екен, бірақ шыны керек, мен осы техниканың атын білген жоқпын. Мен бұл нәрсені студент күнімнен жасаймын, себебі мен СДВГ-мен ауыратын сияқтымын. Өйткені мен өте жыбыршақ адамын. Мысалы, маған бір фокусымды қойып отырып кітап оқудың өзі зорлық. Бір кітабымды оқып, былай отқан маған қиын. Расфокус болады менде. Ана жаққа біреу сөйлесе, болды, сонымен кетіп қалуы мүмкін. Телефонымнан бір нәрсе көрсем, соған кетіп қалуы мүмкін, кіріп кетуі мүмкін. Немесе жаңағыдай балалармен ойнап отырмын дейікші, тағы бір нәрсеге отвлекация етіп кетуі мүмкін. Сол үшін менде осындай бір жаттығумен, не деп айтады, лайфхакпен қатты көмектеседі, мені қатты құтқарады. Ол телефонды таймерге қойып қоямын. Мысалы, кітап оқыған кезде 1 сағатқа таймерге қоямын. Бұл телефон не трогаю, вообще кірмеймін. Себебі біз уведомление келмегеннің өзіне телефонға 100 рет кіріп шығамыз ғой. А вдруг біреу жазды деп. Сол үшін мына жаққа секундомер қойып қоямын, таймерға қосып қоямын 1 сағат или 20 минут деген сияқты. Сөйтіп барып, сол ол жерде тұра береді телефон. Значит, телефонға қараған әлі 15 минут бар ма? Все, не трогаю, болды. Өзімді тек осыны мәжбүрлеймін, заставляю. Айтады ғой, кішкентай баланы, жаңағыдай балетқа алып баратын болсаң, кішкентай бала негізі ештеңемен айналысқысы келмейді бұл әлемде. Жатқысы келеді и ойнағысы келеді, өзін білген істегісі келеді. Бір балетке қызығушылығын күту, анаған қызығушылығын күту дұрыс емес екенін түсіндім. Өзім қызым 5 жаста. Мен қазір оны мотивация беремін де, заставляю. Прям английскийға барады, теннисқа барады, рисованияға барады. Өйткені баланың өзінің қызығушылығы жоқ деп жүре беруге болмайды. Ол кезде ақшаң бар болса, дымға үйренбейді екен. Сол сияқты өзіңді де заставлять ету деген нәрсені этапты пропускать нельзя. Осы жерде прям өзіңді заставлять надо. Вот осы нәрседе қатты көмектеседі. Одан кейінгі уақытымды басқаруға қатты көмектесетін тағы бір фишка, ол бәріне үлгеруге тырыспаймын.
бір уақытта 10 нәрсе істемеймін. Мен негізі бір уақытта 10 нәрсе істей алмаймын деген нәрсені мына жеріме құйып қойғам ғой. Сол үшін бір нәрсе істеп отқан кезде, бала қарап отқан кезде тағы бір нәрсе істемеймін вообще. Бала қарап отқан кезде мен тамақ істемеймін. Тамақ істейтін кезде маған біреу көмекке келу керек, бітті. Білмеймін, ол адам қайдан келеді, қайдан тауып келеді. Мүмкін ойлайтын шығарсыздар, ой, менің өмірімде ондай положение жоқ, мақпал деген сияқты. Менің өмірімде жоқ. Но всегда амалын табамын. Себебі сылтау іздейтін адам сылтау табады, амал іздейтін адам амал табады екен. Тіпті осы видеода жазылмаушы еді, бұл видеоны көрмеуші едіңіздер. Себебі менің өмірімде осындай бір пространство жоқ менде осы үйде. Өйткені үйде түсіргім келеді, жайлы форматта. Мен негізі бір студияға барсам, осындай видеолар түсіре алмаймын. Үйде күшті түсіремін, әңгімемді айтып, деп бүкіл ішімдегі шерімді шығарып. Бұл уақыт негізі жоқ. Өйткені кішкентай балам үйде, 1 жас 8 ай, ол өте сондай активный, прям маймыл сияқты бәр жерде бүйтіп жүреді. И ол үйде кезде мүмкін емес. Қазір күйеуім бір ғана сағатқа кетті. Мен просто убрала все лишнее. Қазір телефонымда ешқандай уведомление, біреу жазып, біреу іздеп, ысқырып, бір нәрсені тағы ойлап, кино қарап, айтып жатқан жоқпын. Мен просто алдым, ернімді боядым, отырдым, видеоны записываю. Потому что мен бәріне үлгеру деген менде нәрсе жоқ. Мен бір нәрсеге фокус қоямын да, сол нәрсені істеп тастау осы уақыттың аралығында болды. То есть өміріңнен артық нәрселерді алып тастау тоже көмектеседі. Одан кейінгі нәрсе артық уақыт бермеу. Мысалы, ана болуға 3 сағаттан артық уақыт бере алмаймын. Мен осы нәрсені просто приняла этот факт. Себебі мен де жас ана кезімде, әлі осындай опытым жоқ кезінде, как будто мен балалармен 24-те 7 занимация етуім керек сияқты чувствовать етім. Но қазір мен 6 мен 9-ның арасында занимаюсь. Ойнаймын, тығылыспақ ойнаймын, қуаласам, есек болып арқама мінгізем, кітап оқимын, өлең айтамын, билейміз. Өте күшті өткіземін. 24-те 7 отқанға қарағанда да. Или же мысалы жұмыс уақытын мен түсіндім мына нәрсені. Егер сен жұмысыңа 40 минут берсең, ол 40 минутта бітеді. Егер сен 3 сағат беретін болсаң, ол 3 сағатта бітеді. А егер сен тура сол жұмысқа, тура сол форматтағы, тура сол объемдағы сен 7 сағат беретін болсаң, ол 7 сағатта бітеді. Сол себептен мен нақты сағаттарды белгілеп үйрендім. Жұмысыма тек 2 сағат берем контентке. Өйткені 5 сағат беретін болсам, 5 сағат отырушы едім мыжып. Мен 2 сағат беретін болсам, мен 2 сағатқа выложиться етуге, сыйғызуға тырысамын. Как белка в колесе, да, получается. Тез бітірем, и ол нәрсе миыма артық. Ой, мен өмірім қиын, деп үстіп ойлануға өзіме рұқсат бермеймін. Ол 2 сағат болды, 2 сағаттан кейін менде демалыс уақыты. Классно, да? Сен демалатын уақытың бар, мама болатын уақытың бар, сен жаңа жұмысқа бөлінген 2 сағатың. То есть түсініңіздер ғой, қай жұмысыңа қанша сағат уақыт бересің, ол сонша уақытқа сыйып кетеді. Даже сол контент істеп атқан 2 сағаттық контентті егер мен жарты сағат бөлетін болсам, жарты сағатта бітіруші едім. Байқайсыздар ма, экзамен 30-на болатын болса, қазір 15 болса, біз қашан дайындаламыз? 29-на. И 15 күндік нәрсені біз бір күнде жасап тастай аламыз. ұбт-ға біз 11 жыл дайындалмаймыз, 11-ші жыл ғана дайындаламыз. Яғни негізі 11 жыл дайындалсаң да болушы еді, бірақ 1 жыл дайындалсаң да болады да. То есть түсіңіздер ғой, әрбір жұмысқа уақыт белгілеу, және де ол сол уақыттың ішіне сыйып кететініне сену. Тағы бір уақытымды басқаруға көмектесетін фишка. Мен 3 балалы болғандықтан менің өте көп миымда задачалар бар. Енді ол баланы бағудан бөлек, мысалы, логопедке апарамын, английскийге апарамын, рисованияға, апайы бір көйлек алып келеді, ана қызыңа бантик ал дейді, анау анаған тағы бір нәрсе, балама бір майз алу керек болады деген сияқты миллион задача ғой миымда. И мен осыдан 4 жыл бұрын, 2022 жылы өміріме Google календарь деген нәрсені енгіздім. Мен қазір бүкіл өзімнің графигімді Google календарда жүргіземін. Мысалы, барлығын осылай жазып жүрем. Маған не керек, жалпы өмірімде қандай задачалар бар, мысалы, күніне 3-4 созвондар, логопед, даже БД-ның эфирі, блогингтің эфирі деген сияқты барлығын жазып жүрем. Тіпті Пусанға пойыз деген сияқты Кореяның өзінде жүргізгем. И бұл нәрсенің өзі уақытымды дұрыс басқаруға қатты көмектеседі. Яғни сен бір нәрсені ұмытып кетіп, деп шашырап, ол нәрсе анау мама болатын уақытыңа кетіп қалып, ондай нәрсе болмайды. То есть бір уақыт екінші уақытқа сырғып кетпес үшін Google календар жүргізіңіздер. Просто самый обычный бұл үшін бір қатты ақылды болып керемет сондай термин. Ондай бір адам болуын қажет жоқ, ағылшынша сөйлейтін. Google календар деген самый простой, прям 0 адамның өзі, 3-ші класстың оқушысының өзі қолданылатын приложение. Тартып алыңыздар да, қазірден бастап қолданып бастаңыздаршы. Әшейін, даже ауылда отырсын, сиыр сауасын дейікші, сиыр сау, тіс жуу деп жазып қойыңыздар, болды. Осы бойынша кете бересіздер. Басында бір тупой сияқты көрінуі мүмкін, бұл нәрсе так есімде. Күніне 2 задача ол мен миымда деп ойлауы мүмкін, да нет.
күніне 2-ақ задачаң, потому что миыңда ұстағың келіп тұр. Егер сен миыңды босатып ана задачаларды Google календарға енгізетін болсаң, сенде еще көп жұмысқа уақыт пайда болғанын байқайтын боласың. Вот сол себепті барлықтарыңыз осындай календармен жүресіздер деп ойлаймын. Уақытымды дұрыс басқару бойынша тағы бір кеңес, ол таңертеңгілік уақыт. Мен ең қиын задачаларды, ең қиын шешім қабылдау керек нәрселерді түнде жасамаймын. Түнде мүлде шешім қабылдаймын. Даже маған команда қыздар, Мақпал, мына задачаны қазір шешпесек болмайды, давай обратный связь береміз, не істейміз, деп атқан кезде мен айтамын, успокойтесь, мен таңертең жауап беремін деп. Себебі мен түндегі өзіме сенбеймін. Мен таңертең шешім қабылдаймын. Бұл да уақытымды дұрыс басқаруға көмектеседі. Неге десеңіздер, егер мен түнде ауыр задача шешетін болсам, менің ұйықтауым қиын болады. Ұйықтауым қиын болатын болса, таңертең кеш тұрасың, и барлығы косяк болады, уже бүкіл күнің кетеді сенің. Сол үшін мен осы графигімді қатты соблюдать етемін. То есть бұл деген бір диета сақтау сияқты қиын емес, ойлап қалмаңыздар. Ойбай, Мақпал, значит, уақытын бүйтіп ұстайды, значит, ол өте қиын өмір сүреді. Ондай емес, наоборот, уақытыңды басқарған деген өте бақытты, өзіңді еркін, баланста сезінесің да. И осы нәрсе мені өзімді шынымен де андай еркін, бір өзін тәуелсіз сезінем да, өзімді сондай адам ретінде сезінем, и осы мені бақытты етеді шынымен де. Қандай өмірімде проблема болып жатса, состоянием быт-шыт болып жататын, жылап жататын күндер болады, но я вот это вот думаю, да, менің өмірімде бәрі бар ғой, баланста, анау-мынау деген кезде, деп рахат күйге түсем. Вот сол үшін сіздерге де көмектеседі осы уақытымды басқартатын фишкалар деп ойлаймын. Себебі бұл уақытымды басқара алмайтын болған күнімде мен осы соңғы 5 жылда блогымды жүргізбейтін едім, осы YouTube каналымды ашпайтын едім, одағы видеоларды уақытылы салып отырмайтын едім, және де одан маған табыс түспейтін еді. Блогымнан маған ешкім менің курсымды, ештеңкемді сатып алмаушы еді. Мысалы, мен эксперт ретінде адамдар түсінбеуші еді. Егер мен жаңағыдай тұрақсыз болатын болсам, уақытымды дұрыс басқара алмай, ой қойшы, мен екі қабаттым туып жатырмын, деп сөйтіп жүретін болсам, егер да өзімді сондай бір қиын ойларды ойланып алатын болсам, уақытымды басқара алмағанның әсерінен, ол кезде мен дәл осы бүгінгі күнгі Мақпал болушы едім, который үйін қарызсыз алған 90 миллионға, машинасы бар, қарызы жоқ, жылына 3-4 рет шетелге барып келетін мүлде болмаушы еді. Сол үшін, достар, уақытыңды басқару деген тоже бұл әлемдегі өзіңді бақытты, бай сезінгізетін, сен жетістікке жеткізетін маңызды бір факторлардың бірі. Сол үшін ол нәрсені де бір естен шығармаңыздар. Ол нәрсені де жай ғана қарапайым ойларды айттым, бір қиын нәрсе, бір ана жерге барып майнд-карта жасаңдар, дәптерге бүйтіп жаз, ештеңе айтқан жоқпын. Просто қарапайым формулалар, и осының өзін жасағаның өзінде әрқайсыңыз шынымен де өздеріңіз армандап күн сайын Құдайдан жалбарынып сұрап отқан тілектеріңізге тай-тайлап жете аласыздар деп ойлаймын. Егер осы видеодан бір түйін алсаңыздар, міндетті түрде комментарийға бөлісіңіздер. Мен үшін қатты маңызды сіздердің кері байланыстарың. Бәрін оқимын, бәріне лайк қоямын, себебі кері байланыс мені қалай айтсам екен, шабыттандырады. Больше шабыттандырады осы секілді форматтағы видеолар жазуға. Сол себепті кері байланыстарыңызды күтемін. Сондай-ақ YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчикқа да басып кетіңіздер. Және де Instagram'a тіркелсеңіздер болады. Ол жақта мен күнделікті өміріммен, күнделікті ойыммен, қай нәрсеге қалай қарым-қатынас жасаймын, осы бір өмірімнің бөліктерімен бөлісіп отырамын. Және де блог жүргізу, одан табыс табу туралы да Instagram'да больше айтамын. Всем пока-пока.